Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиялық деректер базасы. Географиялық ақпараттық жүйе саласындағы ең үлкен сұранысқа ие болған бағдарлама Microsoft Excel. Оны 1979 жылы экономика маманы болуды мақсат еткен Гарвард студенттері Даниэль Бреклин мен Боб Фрэнкстон ойлап тапқан. Олар үй тапсырмасын тез орындауға көмектесетін және уақытты үнемдейтін әдіс ойлап табуды мақсат етіп, тарихта бірнеше рет электрондық кесте бағдарламасын жасап, оны VCKale, яғни көрсеткіш калькулятор деп атаған. Microsoft Excel бағдарламасы жалпы кестелік автоматты есептеу құралы болып табылады. Бұл бағдарламаның мүмкіндіктері кестелерді жасау, редакциялау және шығару, диаграмма құру, сурет салу, деректер базасын құрастыру болып табылады. 1982 жылы алғаш рет электрондық кесте жасай алатын мультиплан процессоры шығарылды. Қазіргі Excel-дің алғашқы нұсқасы 1985 жылы, ал бірінші Windows 1987 жылдың қараша айында ақш-та қолданысқа берілді. Бұл Microsoft корпорациясының графикалық операцияларды басқаратын күрделі құрылымды жүйесі болып саналады. Алғашқыда ол қарапайым құрылғы түрінде болса, бүгінде дүние жүзіндегі жеке компьютерлердің 89% осы жүйе негізінде жұмыс жасайды. Excel-дің соңғы нұсқаларында график тұрғызу, күрделі әрекеттер көмегімен есептер шығару және бірнеше жұмысты қатар атқару сияқты мүмкіндіктер кеңінен қолданылады. Кестелік құрылымды құжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel бағдарламасы. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеуге арналған. Жалпы географиялық ақпараттық жүйелер географиялық деректерді жинайды, географиялық деректер базасын құрастырады, сақтайды және өңдейді. Ондағы ақпарат карта, мәтін, кесте, график түрінде берілуі мүмкін. Бұлттық технологиялар географиялық деректер базасымен қашықтықтан жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Картографиялық талдау газ жүйесіндегі жинақталған ақпараттарды, географиялық заңдылықтарды, олардың өзара байланыстарының қалыптасуы мен дамуын сипаттауда оңтайлы қолдануға болады. Кез келген географиялық нысанға математикалық картографиялық географиялық және компьютерлік картографиялық үлгілеу жүргізу арқылы геожүйенің дамуы және өзгеруін болжау, оларға талдау жүргізу, ақпараттарды түрлендіру және өңдеу сияқты шараларды толыққанды жүргізуге жол ашады. Картографиялық кескіндеу алынған ақпараттарды тұтынушыға мақсатты түрде жеткізуге мүмкіндік береді. Ендеше тақырып бойынша тапсырма: сандар мен сөйлемдерді сәйкестендіру. Бұл жерде жылдар берілген ақпараттар бойынша және сөйлеммен байланыстыру қажет.